Күштісіз дейді. Рахмет. Сізді еркектер көбірек көрсе ғой дейді. Шымкент Зияткер Бил мектептен сәлем. Саламат болсын. Юля бізге Алматыдан сәлем жолдап жатыр. Тамаша. Негізі мынау еркектер сізді көп көрсе екен деген ой айтылды. Жалпы ер кісілердің мені көру қатты мәселе емес. Мәселе мені қажет болған кісілердің көруі. Яғни сіз әйел ретінде мені көріп, оқып, танып, пайдалы дүниелер алып жатсаңыз, ата-ана ретінде мені көріп, тыңдап, пайдалы дүниелер алып жатсаңыз, күйеу ретінде, ер азамат ретінде мені көріп, отбасыңызға, әйеліңізбен, балаңызбен қарым-қатынас үшін пайдалы дүниелер алып жатсаңыздар, маңызды болған сол. Ешқашан біреу үшін оқымаңыз. Яғни мына психологты біреу көрсе екен, мынаны біреу тыңдаса екен, мынаны күйеуім естісе екен, мынаны балам естісе екен деген сияқты. Ұмытпаңыз, сіздің күйеуіңізді ешқандай психолог тәрбиелемейді. Сіздің балаңызды ешқандай психолог тәрбиелемейді. Оның барлығын жасайтын, істейтін сіздерсіздер. Сол үшін маңызды болған осындай дүниелерді естіп, тыңдап, өзіңіздің ойыңыздағы, миыңыздағы сұрақтардың жауабын алып, соны өз өміріңізде практикада қолдану. Яғни күйеуіңіз өзгеретін болса, мені тыңдап өзгермеу керек. Күйеуіңіз өзгеретін болса, сіздегі өзгерісті көріп өзгеру керек. Менің әйелім сенімді бола бастапты, ақылды бола бастапты, білімді бола бастапты, қорқпайды екен, ойын тура нақты конкретно жеткізе алады екен деп сіздегі өзгеріс көру керек. Қызық бола бастапты, мына әйелмен тұрғым келеді, мына әйелді естігім келеді, тыңдағым келеді деп сізге тартылу керек. Айтпесе не ол анау недегі песочницадағы ауладағы балалар сияқты, анаған айтшы, мені ұрып жатыр, мынаған айтшы, маған ойыншығын бермей жатыр деп психолог не істейді? Барып әйелін тыңдасайшы дейді ма? Ол маған жақсы, әйелім тыңдаймын дейді да, әйеліне қарайды, әйеліне ешқандай өзгеріс жоқ, ешқандай дамымаған, жетілмеген, әлі сенімсіз, самооценкасы төмен, ешнәрсеге қызықпайды, өз-өзіне көңіл бөлмейді, өз-өзіне алып жүрмейді. Сондай состояниядағы әйелге 10 психолог күйеуіңізге өзгер десе де күйеу өзгермейді. Ұмытпаңыздар, бұл даже қателеспесем Құранда да бар. Сіз ішіңізден өзгермегенше Алла тағала сіздің тағдырыңызды, өміріңізді өзгертпейді деген мағынада бір сөз бар. Мен кішкене қателесуім мүмкін. Бірақ мәселе неде? Мәселе іштей өзіміздегі өзгерістің болу. Сіз мысалы психологты тыңдадыңыз, қандай өзгеріс болып жатыр? Бір кітап оқыдыңыз, қандай өзгеріс жатыр? Яғни есту, тыңдау, көрудің барлығын практикаға енгізе бастаған кезде айналаңыздағы адамдар оны байқайды және дереу сізге деген іс-әрекеттерін, қарым-қатынасын, байланысын барлығын өзгертетін болады, барлығын түзететін болады. Сол үшін мәселе күйеуіңізді мені тыңдау емес, мәселе сіздің тыңдап айтқан нәрселерді түйіп, өз өміріңізде, жеке өмірде, практикаңызда қолдана алуыңызда. Окей? Так, сұрақтар жиналып қапты, бір шама сұрақтар жиналып қапты. Енді мен арасынан былай таңдап жауап берейін. Рет-ретімен барынша жауап беруге тырысамыз. Сіздер комментарий жазыңыз. Егер сұрақтарыңыз қалып қойып жатса, естілмей жатса, комментарийге қайтадан жазсаңыздар болады. Келесі шығып қалған кезде ретте жауап беретін боламыз. Бұйырса, 1 сағат бойы отбасылық қарым-қатынас, отбасы психологиясы, бала тәрбиесі, күйеу, әйел, келін, ене, бауыр, туыс, ата-анамен қарым-қатынас жайында талқылайтын боламыз. Осыған байланысты сұрақтарыңыз бар болатын болса, қойсаңыздар болады. Үлгергенше жауап беруге тырысамыз. Бірақ ұмытпаңыздар, өтініш, маған қатысы бар сұрақтарды қойыңыздар. Маған қатысы жоқ, менің салама кірмейтін сұрақтарды қоймаңыздар. Өйткені менің әрдайым айтатыным, әркім өз саласында, өз шеңберінде әңгіме айту керек деп ойлаймын. Окей? Так. Міне мысалы кеп қалған екен. Ләззат жазып жатыр бізге. Сәлеметсіз бе Ержан мырза, 2 күн болды сіздің консультацияңыз жайлы ойлап жүрем. Өзін іздеу туралы не айта аласыз? Қандай совет? 1 жыл болды өзіндегі қызығушылықты, жұмыс туралы қатты ойлап жүрмін.
адамның өмірінде консультацияны ойлап жатсаңыз, ойлап жатпай жазылыңыз. Бірақ бұған байланысты мен мынаны айтып кеткім келеді. Адамның өмірінде жалпы белгілі бір периодтар болып тұрады. Өтпелі кезеңдер болып тұрады. Және бұларды кризистік кезеңдер деп айтады. Сол кезеңдерде әрбір адам мен не істеп жатырмын, не жасап жатырмын, қай дәрежедемін, қай деңгейдемін, болашағым не болады, ары қарай не істеймін, жалпы өз орнымдамын ба, өз өмірімді сүріп жатырмын ба деген сұрақтар мазалайды. Бұндай сұрақтардың мазалауы әбден қалыпты жағдай. Осындай кезде адам ізденіс барысында болады. Ізденіс барысында болған кездегі состоянияда екі жол бар. Біреу сол ізденістен келе жатқан энергияны дұрыс бағыттай алмай, өзін дұрыс түсіне алмай, депрессияға түсіп кетеді. Ой, маған ештеңе қызық емес, ештеңе қаламаймын, бәрін қойш, тасташ, вообще неге өмір сүріп жүрмін деп өмірден түңіліп кетеді. Ал екінші біреуі, бұл дұрыс, менде бір өзгерістер болып жатыр. Қазіргі жағдай көңілім толмай жатыр. Өмірмен біз жаңалық езгім келіп жатыр, бір өзгеше өмір сүріп жатырмын. Не істесем екен деп, сол іштегі тебіреністі, ізденісті энергияны дұрыс жаққа бағыттай бастайды. Сөйтеді да, кітап оқу арқылы, семинар, тренингтерге қатысу арқылы, мамандармен кеңесу арқылы, өзіңіз сыйлайтын, құрметтейтін айналаңыздағы әріптестер, кісілер болатын болса, солармен ашық әңгімелесу арқылы өміріне белгілі бір өзгерістер енгізеді. Сөйтеді да, мысалға әрбір сол кезеңді, сол этаптан ода жаңа бір өмір басталады. Өмір кітабының жаңа бір тарауы басталады. Сөйтеді да, уже бұрынғы Ержан емес, жаңа Ержан сияқты бір адам пайда болады. Сол үшін бұл қалыпты жағдай, өзімізді іздеп тұрамыз, время от времени, бұл нормальный нәрсе. Маманға көрініңіз және сол бағытта дұрыс жұмыс істеңіз. Уақытылы дұрыс кеңес ала алатын болсаңыз, сол энергияны дұрыс жаққа бағыттап жіберетін болсаңыз, одан кейінгі өміріңіз әлде қайда өзгеше болады. Жалпы адам баласы байқайтыным, өміріне өзгеріс енгізуден қорқпау керек. Мынау стабильность, тұрақтылық, бірқалыптылық, шүкіршіліктің жаман жағын айтып жатырмын осы жерде. Сол арқылы өспе, дамыма, ештеңені істеп көрме, әр нәрседен қорқып, қашқалап тұру негізі дұрыс емес. Менің жалпы өмірде мынандай бір принципті ұстанам: лучше попробовать и жалеть, чем не пробовать и жалеть деп. Істегің келіп жатыр ма, істеп көр. Болса болып кетеді, болмаса ничего страшного. Сен қазіргі жағдайдан уже төмен түспейсің. Істеп көр. Болмаса осы қалыпқа келесің. Істеп көр. Болып кетсе, қандай тамаша, ары қарай алып кетесің да, мүлдем басқаша адам болып шығасың. Көп мысалға кәсіпкерлердің, компания жетекшілердің өмірлеріне қарайтын болсақ, барлығы сонымен басталған. Ойларына бір идея келген, мынаны істесем қалай болады екен деп, біреулер сол идеяны ойлап іске асырмайды, а біреулер ойлайды да, кәдімгі істеп көрейін, істеп көреді. Істеп көргеннен кейін жақсы нәтижеге жетеді. Так. Жақсы, тамаша. Мынандай сұрақ келіп отыр. Бұл жиі кездесетін сұрақ. Менің балам түйік болып тұр, өзгерер ме екен, бірақ өзінде түйік болғанның кезінде. Құрметті ата-аналар, мені мұқият тыңдаңыздар. Дәл осы сұраққа байланысты. Баланың түйік болуы проблема емес. Баланың түйік болуы проблема емес. Баланың табиғаты, баланың болмысы, баланың темпераменті, туа біткен бір мінездері, қасиеттері, ерекшеліктері болады. Бұл жағдайларды, бұл ситуацияларды қалыпты қабылдау керек. Түйік болу, жалпы адамдар интроверт болады, экстраверт болады, темпераментке қарай өзгереді, психотипке қарай өзгереді, мысалы көптеген түрлер бар да. И бұлардың әрқайсының өзіндік бір ерекшелігі бар, әрқайсының өзіндік бір қасиеттері бар. Маңыздысы баланы тұйықтықтан шығарып, өзгертіске мәжбүрлеп, өзінің болмысына қарама қайшы өмір сүргізу емес. Маңыздысы сол состоянияда, сол жағдайда балаға өмірге бейімделуді үйрету. Былай қарасаңыздар, мысалы қарапайым нәрсеге қарайтын болсақ, өмірде түйік адамдар керек па бізге? Керек. Бәріміз ауыз жабылмай сөйлей беретін болсақ, шулай беретін болсақ, әңгімелесе беретін болсақ,
тыныштық болмайды ғой мысалға. Иә, и байқаңыз, мысалы сіз қандайсыз, күйеуіңіз қандай, сіз қандайсыз, әйеліңіз қандай. Көп жағдайларда біз қайтаға өзімізге қарама қайшы адамдар таңдаймыз тұрмыс құрған кезде, үйленген кезде. Көп сөйлейсің ба, үндемеген адамды қалайсың? Неге? Мен сөйлеген кезде біреу тыңдасын. Үндемей қалғансың ба, сөйлеп қалған біреуді таңдайсың. Неге? Өйткені мен үндемесем біреу әңгімелесетін біреу болсын, хотя бы кішкене қызық болсын деген сияқты. Яғни мәселе баланы осы тұйық мінезімен өмірге бейімделіп кету, өз орнын табу, сол мінезге сай орта, сол мінезге сай жұмыс, карьера, өмірдегі жетістік және бақытты болу жолдарын көрсетіп үйрету керек. Әйтпесе тұйық болу бұл ешқашан проблема емес. Біз кейде балаларымызды көп салыстырамыз. Анам баласын қараш сөйлеп қалған, мынам баласын қараш активист, мынам баласын қараш спортсмен, мынам баласын қараш үлкендермен қандай күшті амандасады. Сөйтіп өзіміз балаға қараймыз, менің балам ондай емес. Неге ондай емес? Осылай болса, біреуге ұқсатуға тырысамыз. Біреуге ұқсатуға тырысқан, қанша тырыссақ та, баламыз ол да бола алмайды, өйткені ол емес, өз болмысын да дамыта алмайды. Сөйтіп ортада ни туда ни сюда бір түрлі балдар қалып қояды. Окей. Так, көп рахмет дейді. Сізге рахмет. Қазіргі таңдағы актуалды сұрақтардың біреуі, сәлеметсіз бе, 6 жастағы балам, 6 жастағы баланы білімге қалай баулуға болады және смартфоннан қалай арылуға болады? Бұл екі сұрақтың өзі әрқайсысы бір семинар, бір тренингтің тақырыбы болып тұр мына жерде. Екі ауыз сөзбен қысқаша жауап беруге тырысайын. Біріншісі, баланы білімге баулудың жолы балаға еркіндік беру. Және баланың қызығушылығын қолдап отыру. Баланың қойған сұрақтарына шаршамай қайта жауап беру. Бала ең болмайтын, ең қызық емес, сізше қызық емес нәрселерді айтып жатса да, мұқият тыңдау. Бала тек қана осылай білімге қызығушылығы артады. Мама, мынау не? Жапырақ. Мама, мынау не? Ағаш. Мама, мынау не? Таракан. Мама, мынау не? Бұлыт. Бұлыттар неге олай? Жаңбыр болады. Жаңбыр қалай болады? Радуга қалай шығады? Радуга қалай шығады? Осылай болады. Анау көкжиек деген не? Тау қалай болады? Не болады? Сол сұрақтар. Байқасаңыздар, кішкентай кезде балдар сондай жыбырлап болады. Әр нәрсе қызығып жүреді, ізденіп жүреді, шұқылап жүреді, дәмін көреді, іздейді, қарайды. А біз ойбай суға баспа, ойбай шөпке секірме, ойбай үстіңді лай қылма, ойбай не бар, ойбай жыбырлама, ойбай тыныш отыр деп қысып тастаймыз да, сөйтіп баланың қоршаған ортаға, айналасындағы дүниелерге деген қызығушылығы басылып қалады. Қызығушылығы басылып қалғаннан кейін мектепке барған кезде тура сол заттардың ғылыми аттарын естіген кезде балада ешбір қызығушылық болмайды. Ал егер бала күнделікті өмірге, табиғатқа құштар болатын болса, жан-жағына қызығушылық білдіретін болса, әр нәрсені шұқылай беретін болса, әр нәрсені ізденіп сұрай беретін болса, ата-ана да бұны қауіпсіз түрде қолдау көрсетіп, осы ізденімпаздығын қолдап отыратын болса, онда балада мектепке барған кезде, мен бұлттар туралы сұраған едім, соны оқиыншы, бұл физика мынандай заңдылығымен болып жатыр екен ғой. Мен күн туралы сөйлеген едім, кәні оқиыншы, бұның мынандай табиғаттың заңдылығымен болып жатыр екен ғой деген сияқты күнделікті өмірдегі оқиғалармен білімді ұштастырған кезде балада бітпейтін білімге деген қызығушылық туындай береді. Сол үшін ең қарапайым нәрсесі осы. Екіншісі, бала 6 жаста мектепке баруға дайын ба? Мен сізге бір кейс айтып берейін. Жақында ғана бір баламен, подростық баламен жұмыс істеп жатырмын. Онлайн түрде жұмыс істеп жатырмын. Басқа қаладан хабарласады. Ата-аналары бала ештеңеге қызықпайды. Сөйтіп баламен отырамын, сөйлесем, шынымен былай диалог өте ауыр, сұрақтарға дұрыстап жауап бермейді, өтірік айтады, сөйлескісі келмейді. Ақыр соңында консультацияның соңына дейін жеткізбей, аға мен кетуім керек, шаруам бар еді, бүгін ертелеп бітірсек болады ма деп сұранып жатыр да. Енді қиналып отқан балаға мен не деймін, жоқ күштеп отырып психологпен жұмыс істе демеймін ғой енді. Жақсы, бітіре салайық деп бітірдім, ата-анасын шақырдым. Сөйтіп кәдімгідей мына өмірін айтып беріңдерші дедім. Ең бірінші сұрағым, баланы ұрып ұрсасыз ба? Я дейді. Қанша жастан сөйтіп таң қалған нәрсем, өзінің жасы төмен, бірақ 11-ші сынып оқып жатыр да. Қалай 11-ші сынып оқып кетті десем,
енді жұрт қатарда бердік қой деймін да, туған күніне қарай мен жазып аламын ғой, туған күніне қарай жоқ дедім, сіз бұны толық 6-ға толып берген жоқсыз, 5,5-да ма солай берген мысалы мектепке. Ерте беріп қойған, мектепке ерте берген, бала мектепке еш дайын емес, еш бейім емес. Солай болғандықтан қызығушылық жоқ, қызғайын десе де түсінбейді, қабілеті келмейді, өз қатарынан төмен болғаннан кейін самооценкасы түсе берген, оқу, білім, сабаққа деген мүлдем қызығушылық. Зорға 9-шы сынып бітіріп колледжге барған, уже түк қатырмай қайтып 11-ші сыныпқа келген, қазір не істерін білмей жатыр. Сол үшін мен всегда ата-аналарға айтамын, баланы мектепке беруге асықпаңыз. Балабақшада болсын, балалық шағы ұзағырақ болсын. Мектеп, университет бәрі қайттан быт болады ертең, жауапкершілік өте көп, үй жұмысы, тапсырма деген нәрселер баланы шаршатады. Барынша ойнап алсын, ойынға қаныған сон ғана сабаққа барсын, мектепке барсын. Поэтому 6 жаста егер жас ерекшелігіне сай, білмеймін просто ұлма қызда жас ерекшелігіне сай барып жатқан болса, оқуы жақсы, қызығушылығы болатын болса, оқу қабілеті болатын болса, бір жерде тиянақты отыра алатын болса, онда баланы мектепке беріңіз. Бұл да баланың білімге деген қызығушылығын арттырады. Үшіншісі, соңғы нәрсе, баланы сабақ істеймін деп, үй жұмысы орындатамын деп, оқудан, сабақтан бездірмеңіз. Бізді жайлап, балам келі 30 минут, мені қара, қазір неше болды, мысалы кешкі сағат 7, 7:30-да бітіреміз. Жарты сағат үлгергенше оқыңыз жетеді. Бала оны бір ойын ретінде көру керек, бір қызық бір нәрсе ретінде, бір приключение ретінде көру керек. Мысалы бір YouTube қараған кезде 1 сағат тоқтамай қарай алады ғой. Неге? Өйткені қызық. Сабақты да солай, жалықтырмай, қинамай, ұрмай, ұрыспай, жайлап 30 минут сабақ оқытамыз, одан кейін 40 минутқа шығарамыз, одан кейін 1 сағатқа шығарамыз, жайлап, баланың икеміне қарай, дағдылануына қарай, сабақ оқу, үй жұмысын істеу уақытын арттырып отырамыз. Сол кезде бала сабақтан, оқудан, және ең маңыздысы ата-ана ретінде бізден безіп кетпейді. Так, уалейкум ассалам дейді. Мынандай сұрақ келіп отыр, тоже жақсы сұрақ. Бала дейді, үйірмеге барған кезде, бір минутта. Баланы Айдана сұрап жатыр, баланы үйірмеге бергенде өз қалау бойынша бергеніміз дұрыс па, әлде ата-ана бағыт берген дұрыс па? Енді баланың жасына қарай қарау керек. Егер ерте жаста болатын болса, 6-7 бастауыш мектептегі бала болатын болса, әлі не қалау керектігін де білмеу мүмкін. Өйткені бір нәрсе қалау үшін, мынаны қалаймын, мынаны қаламаймын, мынаған барамын дей алу үшін, оны алдымен бір көру керек. Сондықтан біріншіден әрине, ең біріншіде баланың өзінен сұрау. Балам не қалайсың, не қызығасың? Мен YouTube-тан күшті футбол ойнағандарды көрдім, футболға қызығамын. Мен там телевизорден мынандай боксты көрдім, бокс қызығамын. Мен там чемпионаттан каратисттерді көрдім, карате қызығамын. Мен мынандай күшті биді көрдім, биге қызығамын. Көрген нәрсесін қызығу мүмкін. Окей, жақсы. Немесе үйде бақылап отырыңыз. Баланың қай нәрсеге икемі бар. Біресе шұқлап, легоны құрастырып, бір уақытта ұзақ мерзімде отыра алатын болса, бұл скорее всего математикалық, техникалық бағыттағы бала. Бұл жерде робототехника, конструирование, архитектура, строительство сияқты соған жақын кружоктар, секциялар балаға әбден қызық болуы мүмкін. Қарайсыз, балаңыз бір орында отырмайды, гиперактивді, жыбырлақ бала, бұған значит жүгіретін, секіретін, ойнайтын бір спорт түрі керек, үйірме түрі керек, энергиясын шығару үшін. Қарайсыз, кейбір балалар қолынан энциклопедияны тастамайды, YouTube-тан постоянно научный нәрселерді көреді. Бұған ғылыми бір нәрсе керек. Қабілеттеріне қарау керек, қызығушылығына қарау керек, өзінен сұрау керек. Содан кейін бар, танып, балам негізі мына жаққа барсаң жақсы болады, бір барып көресің ба? Өйткені соған бір қабілетім бар сияқты. Жақсы барып көрейін. Ата-анам ұсынды, бардым, шын мәнінде күшті қабілеті бар екен, алып кетті. Тамаша. Кейде балам не қалайсың? Мен мынаны қалаймын. Жақсы, давай бар көр.
барды көрді, қалағанды ойдағыдай шықпады, іштен кетпейді. Және кішкентай кезінде жалпы үйірмелерді ауыстырып тұру бұл қалыпты жағдай. Бала барлық нәрсені по чуть-чуть көру керек. Одан кейін барып, мен мынаны көрдім, ақыр сонда маған мынау керек екенін түсіндім. Все, жақсы, осыған кір, жаса, дайындал, бар, айналыс. Яғни бұл хоббидің болуы, қызығушылығының болуы баланың жеке тұлғалық дамуы үшін өте маңызды дүние, өйткені умственно, яғни ақыл-ой нагрузкасы мен физикалық нагрузка, шығармашылық нагрузка қатар жүру керек. Тек қана білім, сабақ баланы шаршатады, мотор қайнап кетеді. Арасында демалып тұратын, шығып тұратын, басқа нәрсеге энергиясын бұрып тұратын, өзіне ұнайтын іс болатын болса, онда оқуына да жақсы септігін тигізеді. Осылай бағыт-бағдармен көбірек бөлісіп отырсаңыз керемет болар еді дейді. Мөлдір ханым жазып отыр бізге. Рахмет, қолымыздан келгенше жиі бұдан былай тікелей эфирлерге шығып тұрсақ дейміз. Бұл әрине сіздің белсендігіңізге байланысты. Егер сізге қызық болатын болса, қалайтын болсаңыз, ұнататын болсаңыз, шығып тұрамыз. Андасында бір 40 минут, 1 сағат уақыт бөлу қатты проблема емес негізі. Так. Мынау біздің классический сұрақтар. Баланың денсаулығына, тәрбиесіне байланысты анасының қалыптасқан ойы болса, көп ізденіп жан-жақты оқып саралап жүремін дейді. Оны әжесін дұрыс емес деп араласа беру туралы не ойлайсыз? Не ойлаймын? Өте оңай, әжесі араласпау керек. Әркім өз баласының тәрбиесімен айналысу керек. Құрметті әжелер, ренжімеңіздер, кейде кішкене реск айтып қоям, кейде кішкене қатты айтып қоям, бірақ бұл шындық. Сіздің ата-ана болу уақытыңыз өтіп кетті. Кезінде балаңызды оқыту керек еді, айналысу керек еді, денсаулығымен жұмыс істеу керек еді, ішкізу керек еді, ойнату керек, болды, бітті. Ата-әже баланы тәрбиелейтін адамдар емес. Ата-әже бала тәрбиесіне үлес қосатын адамдар. Қосымша фундаментті, қабырғаны, негізгі дүниелерді, дисциплинаны қалыптастыратын, отырғызатын ата-ана. То есть әкесі, шешесі болды. Қалғандардың барлығы біреу қабырғасын өрлейді, біреу ішіндегі дизайнын жасайды, біреу қабырғасын бояйды, біреу крышасын салады, қосалқы жұмыстармен айналысады. Тікелей барып, жоқ фундамент мынандай болу керек, жоқ мына қабырғада мыняқта есік емес терезе болу керек деп сіз бұза алмайсыз, араласа алмайсыз. Тыңдап атқан ата-әжелер болатын болса, өтініш құлақ салыңыздар, сіздің ата-ана болу уақытыңыз өтіп кетті. Сіздің қазіргі миссияңыз бұл ата-әже болу. Ата-әже ата-анаға көмектесетін адамдар. Күшті ата-әже болғыңыз келіп жатыр ма? Пожалуйста, ата-анасы жұмыста болған кезде баламен айналысыңыз, ойнаңыз, мектепке апарыңыз, балабақшадан алып келіңіз. Түнде жатар кезде ертегі айтып беріңіз, үгіт насихатыңызды жасаңыз, арасында мешітке апарыңыз, қонаққа апарыңыз. Бірақ бұның барлығы ата-ананың қойған ережелердің шеңберінде болу керек. Тәтті беруге болмайды десе, тәтті бермейсіз. Кешкі сағат 8-де ұйықтату керек десе, кешкі сағат 8-де ұйықтауына кедергі болмайсыз. Газированный напиток ішпей десе, ештеңе кетпейді, іше берсін деп ішкізе бермейсіз. Яғни ата-ананың қойған шеңберінде баланы еркелетесіз, ойнатасыз, демалдырасыз. Ал егер ата-әже ата-ана болуға тырысатын болса, онда қалай не болады? Қалайша бір мемлекетте екі басшы, бір ауылда екі әкім болған кезде хаос болатын болса, баланың ішкі жан дүниесінде, әлемінде де тура сондай хаос болады. Сөйтеді, бала екеуіңізді бір-біріңізге шақыстырып қойып, екі жақпен манипулировать етеді. Бір нәрсе болатын болса, әжеге айтамын, бір нәрсе болатын болса, мамаға қашып кетемін. Бір нәрсе болатын болса, ата рұқсат етті дейді, бір нәрсе айтса, папам рұқсат етпей жатыр дейді. Сөйтіп, ақыр соңында екеуіңіз қиналасыз, но больше всего, конечно, ата-ана қиналады. Шындық осы. Енді бұны, енді мен маман ретінде былай тарс деп айта берем, бірақ сіздер мұқият әдемлеп сол енеңізге, әжесіне
жеткізуіміз керек. Бұл жерде негізі күйеу мен әйелдің ауызбіршілігі маңыздырақ деп айтар едім. Яғни екеуміз келісіп алуымыз керек. Біз мына ережелерді ұстанамыз, мына тәртіпті сақтаймыз, принциптеріміз осы. Болды ма? Болды. Бұны кім бұзатын болса, сыпайы түрде ескертеміз, жасамауды өтінеміз, немесе алшақтатамыз керек болатын болса. Соны келісіп алғаннан кейін уже мынау келіннің ойдан шығарған нәрселері деп ұрыспайды. Керек болса, ұлы сөйлесін, ұлына ренжісін, өкпелесін, ештеңе етпейді. Бұлардың бәрі уақытша нәрсе. Біреудің көңілі үшін бала құрбан болмау керек. Вот біздің қоғамда, біздің отбасыларда мен байқайтын жиі жасалатын проблемалардың біреуі, біз біреудің көңілі үшін баламызды құрбан ете саламыз. Қонақ келді, ештеңе етпейді, бүгін түнгі 11-12-де жата салсын. Күніге 8-де жатып жүрген бала қонақтың келісінен 11-12-ге жүреді. Ештеңе етпейді, там әжесі ғой, жарайды, мақұл, енді жіберсін. Жылап жатыр ғой. Хоп, тәттіні бере салдық, жегізе салдық. Ештеңе етпейді, қош, бәріміз мие ашып кетті, үйде қонақтар келді, туысқандар келді, шулатпаңдар, бүгін сабағын оқымай-ақ қойсын. Хоп, сабағын оқымай қойды. Осындай мысалдар көптеген бізде кездесіп жатады. Біреудің көңілі үшін бала құрбан болмау керек. Қайтаға ол кісілерге ренжімесеңіз, біздің баланың жататын уақыты келді. Ренжімесеңіз, біздің баламыз сабақ оқитын уақыты келді. Ренжімесеңіз, айбеттеп баламызды тәтті бермейтін едік, бермесеңіз деп сұрау керек. Мен мысалға кейде қонаққа барған кезде, бір шараларда жүрген кезде, бір мерекелерде болған кезде, мысалға ата-аналар келеді, балдар келеді, туысқандар, өзін жиендеріміз болады, бауырларымыз болады. Ойнатқан кезде қалтамда бір-екі кәмпит болады, бергім келіп тұрады. Бірақ бергім келіп берместен бұрын бір ауыз мамасынан, әкесінен сұраймын. Тәтті берсем болады ма? Қалай, нормальды ма? Жоқ, бермеңіз, көп жеп жатыр соңғы. Бере беріңіз. Соған сәйкес ата-анасы рұқсат етпегеніне байланысты беріледі. Осындай позиция болу керек. Әркім өз баласын тәрбиесімен айналысу керек. Так. Сақтап қойыңызшы дейді эфирді. Негізі тікелей эфирді барынша запистен емес, тікелей эфирде көруге тырысыңыз. Өйткені тікелей эфирден, тікелей байланыста, мен бармын, сіз барсыз, әлеуметтік желідеміз, барлығы лайв айтқан кезде, прямом эфирі болып жатқан жағдайларда энергия алмасу басқаша болады, алған ақпараттың әсері басқаша болады, эмоционалдық әсері басқаша болады. Тура осыны бір сағатсыз записті ютубтан, инстаграмнан көретін болсаң, ұзақ уақыт көре алмайсыз. Керек сұрағыңызды таба алмайсыз, жалып кетесіз, қызықмайсыз болып кетеді. Поэтому тікелей эфир ма, барынша тікелей эфирде болуға тырысыңыз. Ерім ханым кіріп жатыр. Қашан басталды? Бір жарты сағаттай болған сияқты. 25-те бастадық. Қазір 54 кетіп жатыр. Бір жарты сағат болып бастағанымызға. Саламатсыз ба? Так. Так, тағы қандай сұрақтар? Рахмет дейді. Бірақ күйеуім екеуміз келіскен нәрсе, ата-анасы бірдеңе десе бол, ой өзгеріп кетеді. Сол нәрсе қинаңқырап жүр. Ну, как бы не қылмау керек. Келісіп алдыңыз ба, өзгермеу керек ой. Селім ханым жазып жатыр. Күйеуім ұрады, үйден кетіп қалдым. Қателігін түсінетін шығар деп ойлады. Бір ай өтті. Достасатын ой жоқ, звондасам, қалай кеттің, солай кел дейді. 2 айлық баламыз бар. Не істесем дұрыс болады? Мына кейсті бір разбор жасайтын болсақ, енді бұл тек қана Әсел ханымға айтылған нәрсе емес, жалпы бұл жиі кездесетін мәселелердің біреуі. Құрметті достар, енді ханымдар бұл жерде кететін кезде ешқашан эмоциямен кетпеңіз. Өлшеп, тартып, есептеп, соған қарап кету керек. Яғни кеткеннен кейін 2 айлық баламыз бар, енді не болады деп ойланбау керек. Кетпей жатып соны ойлау керек. Және кетіп бара жатқан кезде қаншалықты кете аласыз, қай жерге дейін бара аласыз,
соны есептеп бару керек. Вообще мен всегда ойлаймын, кететін болсаңыз ажырасам деп кету керек. Ажырасам деп кету керек. Ажырасатыныңызға сенімді болып кету керек. Ажырасқаннан қорықпай кету керек. Мысалға мына жерде былай айтқан кезде патовый ситуацияда да шахматта пат деген нәрсе бар. Не жеңді, не жеңілді, не анау, не мынау. Мынаны алсаң, мына жақтан жеңілесің, мынаны алсаң, мына жақтан жеңілесің деген бір ситуация болып жатыр да. То есть эмоциямен кеттім. Яғни сізді ұрады, қол көтереді, кеттім. Кеткен болсаңыз, неге қайтып келуді ойлап жатсыз? То есть кету себебіңіз белгілі ғой, ұрады, соғады. Қайтып келу үшін, немесе қайтып келсем бе екен деген ой туындау үшін не болу керек? Сіздің кетуіңізге себеп болған нәрсе өзгеру керек. Сіздің ашуың басылды, эмоцияң басылды, әке шешемнің үйіне бардым, блин, жағдай қиын екен, қой құрсын күйеуіме қайтып барайын деген ой емес. Кетуіңізге не себеп болды? Сол себеп өзгеру керек. Кетуіңізге себеп болған нәрсе күйеуіңіздің ұруы. Значит, қайтып келетін болсаңыз, ол күйеуіңіздің әрекетінен кейін қайтып келу керексіз. Ойбай, айым, күнім, жаным, сүйіктім, кешірші, қол көтердім, ұрдым, өкінем, менікі дұрыс емес, мен сондай оңбаған адам екенмін, әйелге қол көтерген, қолым сынып қалғыр, бұдан да саған қол көтермейтін боламын деп кешірім сұрау керек. Ойбай, 2 айлық баламыз бар, құрсын, жетім болып қалмасын, менің осы ақымақтығым кесірінен келіп татуласайық деп ол өкіну керек. И то соның өзінде, құрметті ханымдар, соның өзінде ешқашан, сондай ма, қандай тамаша болды, давай мен қайтып келейін демеңіз. Шарттар қойыңыз, мәселені қиындатыңыз, психологқа барғызыңыз. Сен бұған дейін де сөз берген едің ғой, өзіңді ұстай алмадың деген не сөз? Бар психологқа көрін, емдел, отбасылық психологқа барып, қарым-қатынас бойынша жұмыс істейік. Мына ашу, ызаның себебі не? Менің қандай әрекеттерім дұрыс істеп жатқан жоқпын? Сен неге осындай нәрсе жасап жатсың? Бұны болдырмау үшін біз не істей аламыз деп, бар психологқа баруды шарт қоясыз. Осының барлығын істегеннен кейін барып, кешіріп кешірмейтінізді ойланасыз. Қараңыз, мынандай нәрсе бар да, мысалы, қол астында жоқ екен, пластик стакан бар, ойлаңыз, пластик стакан, мысалы, сіз пластик стаканмен бірнеше ішкен кезде, пластик стаканмен жұмыс істеген кезде, пластик стаканды бір жерге қойған кезде, алған кезде, байқайсыз ба, ешқашан мұқият болмайсыз. Как попало ала саламыз, как попало қоя саламыз, құлап бара жатса да мән бермейміз. Неге? Пластик қой ештен кетпейді. Или сынбайды оңайлықпен, или же сынса да маңызды емес дейміз. Ал қолыңызда мысалға кезінде бізде хрустальный стакандар болатын, бокалдар болатын, мысалы шиша стакан болатын болса, сок ішетін, не істейсіз, ойбай абайлап қояйын, ойбай абайлап қолданайын, ойбай сынып қалмасын, ойбай жарылып кетпесін. Неге? Қымбат. Сынып қалуы мүмкін. Сол үшін күйеуде, ер азаматта отбасының қаншақты хрупкий нәрсе екенін түсіну керек. Әйелдің қаншақты хрупкий екенін түсіну керек. Ол пластиковый стакан емес, как попало қолдан қайта-қайта жүре беретін, іштен кетпейтін. Жоқ, ол өте қымбат шиша стакан, сәл не то болса сынып қалады, сынып қалса қалпына келу өте қиын. Соған байланысты мұқият бол, эмоцияларына ие бол, өз-өзімен жұмыс істе, бар емдел. Яғни әйел, естеріңізде болсын, әйел еркекті оңалту орталық емес. То есть ешқашан еркекті тәрбиелеймін деп тұрмысқа шықпаңыз. Ешқашан мен оны өзгертем, мен оны женем деп тұрмысқа шықпаңыз, отбасы құрмаңыз. Отбасыға уже тәрбиеленген еркекпен отбасы құру керек. Оны тәрбие, оны үйден алды, алмады, ала алмайды. Мама роліне кірмеңіз. Сіз партнерсіз, айналайын, қарағым, тұратын болсан, осылай тұрамыз. Тұрмайтын болсан, сорри, кешір, осы жерден қоя салайық. Бір баламен қоя салу әлде қайда оңай, 3 баламен, 5 баламен, 6 баламен қоя салғаннан гөрі. Сондықтан бала демей, қарамай, отбасылық атмосфераға, отбасылық ортаға қарау керек. Бұл ортада қаншалықты бақыттысыз, бұл орталықты қаншалықты өзіңізді сыйлы сезініп жатсыз, өзіңіздің орныңыз екенін сезініп жатсыз, күйеуіңіздің қаншалықты қамқорлығын сезініп жатсыз, соған сәйкес ары қарай сол отбасыда тұру или тұрмау керек. Поэтому оған достасатын ойы жоқ. Сіз оған звондамау керексіз. Кеттім, болды. 1 ай уақыт бердім, келген жоқ. Болды, сотқа арыздандым, айттым, мен бұла не алмаймын, сен қандай әрекет жасамайды екенсіз,
мен ажырасамын. Ары қарай ажырасасыз. Болды, одан кейін ойланасыз, так, бір балам бар, 2 айлық, ажырасам, так, қазір уақытша әке-шешемде тұра тұрам, алиментке арыз берем, ажырасқаннан кейін кішкене өзіме келіп алам, жұмыс істеймін, баламды көтерем, болды. Сізге қол көтеретін адамның өміріңізде ешқандай орны жоқ. Жоқ, оны сіз тастау керек. Маған қол көтердің ба, сөймесен сіз тастадың. А сіз еще таяқ жейсіз, еще оған звондайсыз. Сіз звондаған жерде сіз жеңілдіңіз. Звондаған жерде жеңілдіңіз. Мен сіз деп жатырмын, жалпы осындай ситуацияда көп әйелдер кезіп жатады. Жалпы бәріне айтып жатырмын, нақты бір адамға айтып жатқан жоқпын. Қате түсініп қалмаңыз, бүкіл сөздерді өзіңізге алмаңыз. Бірақ бұл жиі қайталанатын ситуация болғандықтан айтып жатырмын да, сіз таяқ жейсіз, еще оған звондайсыз. Есінде ме, сен мені ұрған кезде мен кетіп қалған едің ғой, что-то қайтып қосыламыз ба деген сияқты. Абсурд қой, вообще нелогичный нәрсе ғой. Солай сіз хабарласқан үшін сіздің қадір қасиетіңіз, құныңыз нольға түсті. Құныңыз нольға түсті. Бұл деген мына әйелді таптауға да болады, ұруға да болады, соғуға да болады. Баратын жері жоқ екен, болса да бәрі қайтып келеді екен, қайда барады екен, не істейді екен, құрсын деп, сондай мән бермей жүре береді. Өзіңізді әрдайым жоғары бағалаңыз. Сіз өзіңізді қаншалықты жоғары бағаласаңыз, айналаңыздағы адамдар сізді солай бағалайды. Және айналаңыздағы адамдар деген көшедегі адамдар емес, ең жақын адамдарымыз. Күйеуін, әйелін, бала-шаған, ата-енен, әке-шешен, бауырларын деген сияқты ең жақын адамдар сізді дәл солай бағалайтын болады. Окей? Жалпы осы күшті айтып отырсыз дейді. Рахмет. Дұрыс айтасыз, қадірлемеген адамға уақыт жүйкеңізді кетірмеңіз, өте құнды ғой. Бірақ кейде түсінсе, күшті айттыңыз, бірақ еркектер соны түсінсе, опять-таки, көрдіңіз ба, акцент дұрыс емес қойып жатырмыз. Еркектің түсінбеуі сіздің проблемаңыз болмау керек. Сіз соны түсіндіңіз ба, болды, соған сәйкес әрекет етесіз. Еркек демей қойын, просто кейбір адамдарды, бірақ ер азаматтарды көп кездеседі. Шарттар тәрбиелейді. Жағдай тәрбиелейді, ситуация тәрбиелейді. Мысалға, мен өзіме келетін клиенттерден байқаймын, әйел кісі проблеманың басында психологқа барғысы келеді. Әлі, что-то не то, былай дұрыс емес, былай болмау керек, күйеуін жектетіп алып келеді, күйеу өзінше отырады, не болып, не проблема деген сияқты. Мысалы, әйел шырылдап жатыр, былай болмайды ғой, біраз істейік деп, сол ситуация. Ал еркектер қай кезде психологқа келеді? Күйеу, әйелім кетті, семьяны айырып қалдым, ажырасып жатырмын, енді не істеймін, қалай өмір сүрем, әйелімді қалай қайтарсам болады? Айналайын, қарағым, бауырым, досым, көке, бүгінге дейін қайда жүрсің? Не ойлап жүрсің? Қай ойымен бұл нәрсеге жеткізіп жүрсің? Мән бермейді. Сол үшін, яғни сіздің міндетіңіз әйел ретінде еркекті тәрбиелеу емес. Еркектің де міндеті әйелді тәрбиелеу емес. Еркек тәрбиеленбейді, тәрбиелі еркекке күйеуге шығу керек. Тұрмыс құрмаған жас келіншектер бар болатын болса, қарындастарымыз бар болатын болса, әпкелеріміз бар болатын болса, ажырасып қайтадан тұрмысқа шығатын кісілер болатын болса, осы нәрсеге назар аударыңыз. Қандай да бір қате кемшіліктеріне көз жұмып, құрсын әйтеуір, бірақ мына жағы жақсы ғой, құрсын бір нәрсе қылып тәрбиелеп алам, өзгертіп алам деп ешқашан ойламаңыз. Тәрбиелі ер азаматпен отбасы құрыңыз. Ержан мырзаның эфирлерінен өз самооценкамды біршама көтеріп алдым дейді. Рахмет сізге. Рахмет. Күшті түсіндірдіңіз дейді. Қандай керемет. Жертва әйелдер неге көп бізде? Давайте осы сұрақты талқылайық. Бізде жертва әйелдер неге көп? Өйткені әйелді кішкентай кезінен бастап жертва болуға үйретеді. Сен қызсың ғой, қоя сал. Сен қызсың ғой, тыныш отыр. Сен қызсың ғой, үндеме. Сен қызсың ғой, не қыласың. Сен қызсың ғой, мынаны істеп қойма. Әйел басымен мынаны істеп жүрсің ба, ұят емес па, қой. Барлық шектеулердің 90%, 80% әйелдерге жасалады. Ол қысып басылғаннан кейін, амал жоқ, әйел жертва болып жүреді барлық жерде. Барлық жертва болып жүреді. Біз бұл үрдісті өзгертуіміз керек. Біздің қыздарымыз 21 ғасырға сай
зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатқан азамат ретінде өзіне сенімді, самооценкасы жоғары, не то что жоғары, самая вышка болу керек. Соншалықты жоғары самооценкамен өзіне сенімді азаматтар болу керек. Біз қыздарымызға білім беруіміз керек, оқытуымыз керек, шетелге жіберуіміз керек, дамытуымыз керек, кәсіп ашуымыз керек, карьера жасату керек, үй алсын, машина алсын, бақытты болсын, өз полностью реализовать етсін, бүкіл несін қабілетін ашсын. Қыздарды ойбай тез бол, уақытың кеп қалды, отырып қалды, не істеп жатсың деп үйлендіруге асықпауымыз керек. Асығыс істе қателік көп болады. Жартауында да сондай асықсатын болсаңыз қателесесіз. Қайта өз бабымен, өз қалпымен, өз болмысымен. Бізде қыздар ерте тұрмысқа шығады, ерте тұрмысқа шыққан қыздың былай қарасаң даже характері, мінезі қалыптасып үлгермейді ғой. Мінезі қалыптасып үлгереді. Мысалы, маған қазір 35-40 жастағы әйелдер жиі консультацияға келеді, 15 жылдық, 20 жылдық отбасының өмірін айтып береді. И көбісінің айтатыны, ол кезде 20 жасар қыз едім ғой, 22 жаста едім ғой, университет енді бітірдім, тәжірибем жоқ, қалай істеу керек, не істеу керектен білмедім ғой, көп қателік жасап қояды. Сосын жоқ, жұмыс істесін, тұрсын, өмір көрсін, аралассын, жүрсін, қоғамда өзінің орнын тапсын, характері, мінезі шыңдалсын. Одан кейін барып отбасы құратын болса, сәйкесінше өзінің жолдасымен бірдей құқықта қарым-қатынас құруға болады, және ондай қыздар көп жағдайларда бақытты болады. Окей. Тәрбиелі еркекке тұрмысқа шығу керек деп дәл айттыңыз дейді. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Негізі біз мынаны былай ойлаймыз да, алдыма бір ер азамат шықты, маған там, не знаю, внимание бөлді, гүл әперді, маған қарады. Еркектің маған қарағаны қандай бақыт. Все, мен оған маған қараған үшін уже әйел ретінде айтып жатыр, уже біз оған қарыздар сезінеміз, уже должен болып тұрамыз да, мысалға. И поэтому ұсыныс жасаған кезде көп жағдайларда, бәрі деп айтпаймын енді, көп жағдайларда оңайлықпен иә деп келісе саламыз. Негізі таңдау керек, қарау керек, тексеру керек, тест жасау керек. Шын мәнінде айтқанындай адам ба, немесе өзгеше адам ба, шын мәнінде сенімді адам ба, емес па, әке-шешесі кім, қандай отбасыдан, текті ма, тексіз ба, қандай жерден шыққанын барлығын іздестіріп, сұрастырып білу керек. Одан кейін бар. Мен осыдан біраз уақыт бұрын жар таңдау, отбасы құру бойынша онлайн семинар, онлайн курс өткізген болатын. И сол жерде қыздарға мынаны айтамын андай, күйеу таңдаған кезде, жар таңдаған кезде есеппен таңдау керек. Ақыл сезімнен бір қадам алдында болу керек. То есть сезіммен, ұнап жатырмын, өлем, күйем, сүйеу, біріншіден қатты эмоцияға берілудің керегі жоқ. Әлі жақсы көретіндей ештеңе істеген жоқ. Бір кафеге алып беріп, бір гүл беріп, бір екі жылы сөз айтқан үшін адамды жақсы көріп кетпеңіз. Өте арзан өзіңізді сатып жатсыз. Жүрегіңізді өте арзанға беріп жатсыз. Бұл жай әшейін былай физиологиялық тартылыс, махаббат жоқ әлі. Махаббат неке қиғаннан кейін ғана махаббат болады. Қиындықты бірге өткеннен кейін ғана махаббат болады. Сол үшін біріншіден сол. Поэтому есеп. Бұл ертең қандай күйеу болады, бұл ертең қандай әке болады, бұл ертең қиын жағдайларда мені сатып кетпейді ма, қиналған кезде көмектеседі ма, үйдің шаруасына икемді ма, табыс таба алады ма, сөзінде тұрады ма, мінезді ма, отбасын приоритетке қояды ма, ата-анасымен қарым-қатынасы, байланысы қандай деңгейде деген сияқты тексеріп қарау керек. Күйеуді алған кезде жұмысқа адам алып жатқан сияқты собеседование өткізу керек. Өйткені сіз ер азаматты, жай ішін ер азамат болып, оны залдың ортасына қойып қойып, қандай күшті күйеуім бар деп, азынан кешке оған қарап отырып алған жоқсыз ғой. Оның күйеу деген жұмыс бұл кәдімгідей. Поэтому компаниялар мысалға там собеседование жасап, сұрақ қойып, тексеріп, конкурс өткізіп, кастинг жасатып адам таңдайды ғой. Күйеуді дәл солай таңдау керек. Дәл солай іздеп көру керек. Қазір кейбір жас үлкен апаларымыз айтады, ойбай, қазіргі қыздар өзінше қарап қалған, таңдап қалған, іздеп қалған, жігіттерді менсінбейді деп айтады да, мысалға. Біз кезінде не болды там, әке-шешеміз айтты, шыға салдық,
бірінші кездесме үйлене салдық дейді да, сол шыға салдық, үйлене салдық дегендердің 90% бақытсыз. 90% бақытсыз. Олар бақытсыз, немесе олардың балдары бақытсыз, это уже точно. Бірақ мен ол сөзге келіспеймін. Наоборот, таңдау керек. Қай қыз, қай әйел жарды таңдап тұрмысқа шығады, өзін бағалайтын кісі. Яғни, менің бағам осы. Менің бір бағам болатын болса, мен бағама сәйкес адам іздеймін. Ал менің бағам жоқ болады, төмен болатын болса, жоқ болатын болса, ниже плюс болса, конечно, мен таңдамаймын. Өйткені таңдайтындай бір параметрім жоқ. Мен так өзімді бағаламайтын адаммын. Маған кім көрінгенге тұрмысқа шыға салуға дайын. Одан кейін ойбай білмей қалдым психопат екен, ойбай білмей қалдым қол көтереді екен, ойбай білмей қалдым мен оказывается екінші, үшінші әйел екенмін. Сондай ситуацияларда естіп жатамыз ғой. Ойбай ананы білмей қалдым, мынаны білмей қалдым. Қалай танысып жүрсіңдер, қалай сөйлесіп жүрсіңдер, қалай тұрмысқа шықтыңдар, несін ұнаттың сонша басы жоғалтып асығыс тұрмысқа шығатындай. Сол 3 рет кездестік, үйлендік, 1 ай жүрдік, үйлендік. 4 ай кездестік, и то онлайн, телефонмен ғана сөйлестік, ата-анамыз танысты, үйлендік. Бұл вообще риск қой. Бір мәшіне таңдаған кезде бұдан мұқият таңдайсың ғой даже. Ана автосалонға бір барып көресің, 2-3 барып жақындайсың, капотын ашасың, моторын ашасың, техникалық характеристикін қарайсың, гайдан бар тексересің, ешқай ұрылған жоқ па, соғылған жоқ па деген сияқты. Одан кейін жарайды осы мәшіне алайын деп кездесің. Ал мына күйеу алып жатырмыз. Өмір бойы бізбен тұратын және белгілі бір міндеттерді орындайтын жұмысқа адам алып жатқан сияқты күйеу таңдау керек. Сол кезде таңдап жатқан кезде сәл қиналсаңыз да отбасылық өмірде қиналмайтын боласыз. Я? Так. Ой, сұрақтар кетіп жатыр. Махаббат ше дейді. Махаббат, менің түсінігімде, махаббат, любовь это всегда за что-то. Қалғаның барлығы, жалпы шынайы ғашықтық, шынайы махаббат, ол тек қана неке қиып бірге тұра бастаған кезде пайда болатын нәрсе. Оған дейін барлығы просто тартылыс, влечение. Әдемілігі, сұлулығы, физикалық қандай да бір ерекшелігі, қасиеті, көзге көрініп тұрған бір нәрсесі, бұл жылтырдың өзі тартады ғой адам вниманиясы. Тура сол сияқты, қандай күшті екен, әдемі екен дейміз да. Бірақ ол жылтырдың ішінде не бар, жылтырдың астында не бар, жылтырдың артында не бар, білмейміз. Білмеген нәрсені қалай махаббат болады, қалай жақсы көру болады. Яғни, чисто эмоционально бір моментте ғашық, любовь с первого взгляда деген нәрсе жоқ. Любовь с первого взгляда ол тек қана нәпсі құмарлық ол. Любовь с первого взгляда болатын болса, бізде сау отбасы қалмайды. Өйткені любовь с первого взгляда көшеде постоянно бола береді, күніге любовь с первого взгляда, не істейсің ал? Бүгін көшеде жүріп, мынаны көрдім, ұнаттым, күшті 2-3 ай жүрдік, үйлендік, отбасы құрдық, одан кейін уже обыденный, простой нәрсе болып қалды да, одан кейін көшеде басқа бір любовь с первого взгляда таптым да, барып үйлене салдым. Не болды сонымен? Любовь с первого взгляда деген дүние отбасын құртатын нәрсе. Және с первого взгляда ғашық болып қаламын деген адам, скорее всего, с первого взгляда басқа біреуге де дәл сондай оңайлықпен ғашық болып қалады. Бұл өз эмоцияларын басқара алмау, өз эмоцияларына ие бола алмау, ақыл, есеп, ой қоса алмау. Просто нәпсін жетегінде, күшті екен, әдемі екен, маған комплимент айтты, қандай сыпайы күшті қыз екен деп ғашық болып қалады. Күнде ғашық болып қалуға болады олай. Поэтому махаббат деген нәрсе ондай моментте болмайды. Любовь это всегда за что-то. Сіз оған жүрегіңізді, көңіліңізді соншалықты беретіндей, ол сіз үшін не істеді? Ал шынайы тану үшін адамды тек қана бірге тұру арқылы ғана мүмкін. Поэтому андай ойбай өлем, күйем, сүйем дегенге асықпаңыз. Симпатия болады, я. Уважение, құрмет болады, я. Влечение болады, я. Бұларды махаббатпен шатастырмаңыз. Осы нәтижесінде мен не істеймін, қаншама адамның ішінде именно маған
көңілім түсіп жатыр, именно мынаған көзім түсіп жатыр, именно мынау мені привлекать етіп жатыр. Не үшін? Мен оны зерттеп, танып, білуім үшін. Барып оған үйлене салу үшін емес, зерттеп, танып, біліп, одан кейін барып менің құндылықтарыма сай болатын болса, маған сай болатын болса, менің параметрлеріме сай келетін болса, кейін барып қана онымен мүмкін отбасы құрам, үйленем. Әйтпесе әл жылдарға былай аппликация ете беретін болсаңыз, ешқашан нормальный отбасы құра алмайсыз. Мынау, мен бұны неге соншалықты акцентпен айтып жатырмын? Маған кім мысалға екінші әйел бойынша көп келеді кісілер, ер азаматтар да келеді, әйел кісілер келеді, жастар 50-ден асып жатыр, 60-ға келіп жатыр. Сұраймын ғой сол екеулеріне не болды да сонша, не болды енді сонша. Енді мына 15-20 жыл тұрған әйелім бар, 18-20-да ұл қыз өсіріп жатсын, тәрбиелеп жатсын, мектеп бітіріп жатыр, университетке түсіп жатыр, үйленетін жасқа келіп жатыр. Не болды сонша десе, сол ереке ғашық болып қалдым дейді да. Күйдіреді ғой мені, күйдіреді. Қалай ғашық болып қаласың енді, қалай ғашық болып қаласың? Ғашық болып қалу үшін сен ол қызға қарау керексің. Сен ол қызды, әйелді ойлау керексің. Сен онымен кездесу керексің. Қалай ғашық болып қалдың? Вот именно сен мысалға әйелі бар адам ретінде, әйелге де қатысы бар, күйеуі бар әйел ретінде, сен вообще басқа қызға, әйелге қарамау керексің. Ондай көзбен қарамау керексің. Ондай ой кетті ма, сразу переключаться ету керексің, аппликация ету керексің. Оны ойды, миыңды өрбітпеу керексің ары қарай. Не болады екен, қалай болады екен, бір таныссам ба екен, телефон алсам ба екен деген сияқты болмау керек. Бұның барлығы нәпс. Нәпсін тоймайды. Нәпсі 10 әйелге тоймайды, 20 әйелге тоймайды, күніге бір әйел ауыстырсам да нәпсі оған тоймайды. Нәпсі құмарлық ол эмоцияның етегінде кету, ождан, жүрек, ақыл, санамай, сараламай, таразыға қоймай, жай үшін үйлене салу, ол сол нәпсі болады. Нәпсінің жетегімен үйленгеннен кейін бізде қазір 40% отбасы ажырасып жатыр. 40%. Почти каждый второйға жақын бір сан процент бізде ажырасады. Неге? Өйткені күшті деп жылтырлаққа қызығады, үйленеді, одан кейін ойбай мінез андай екен, түрі мынандай екен, төсекте андай екен, қарым-қатынасы мынандай екен, шешемді сыйламайды екен, үйінде мына дәстүр жоқ екен, мынаны білмейді екен, мына оқымаған екен дейді. Различный. Соның бәрін үйленбей жатып біліп алсайшы, сұрап алсайшы. Сен мынаны білесің ба, мынаны оқыдың ба, мынаны жасай аласың ба, салт дәстүр ұстанасың ба, отбасында алған тәрбиелен қандай, семьяңды қорғай аласың ба деген сияқты. Үйленбей жат соның біреу. Одан кейін бар я дейтін болса үйленеміз. Я жоқ, я, опа, что-то жоқтар көп екен дейміз да, үйленбейміз, все нормально. Поэтому махаббатшы деген сұрақтан осы тақырыпқа келдік. Махаббатпен отбасы құрылмайды. Отбасы, махаббат тек қана отбасы құрғаннан кейін болады. Отбасы құрғаннан кейін, некелескеннен кейін бастапқыда сол этап. Симпатия, влечение, нәпсі, тартылыс. Ол нормально, ол табиғаттың Алла тағала қойған заңы. Определенный тип людей біздің вниманиемізді привлекать етеді. Привлекать еткеннен кейін біз зерттейміз, зерделейміз, қараймыз. Танысамыз, араласамыз, достасамыз, жүреміз. Жақынырақ танығаннан кейін, так, отбасы құруға болады, болмайды, вроде нормальный сияқты параметрлермен келіп жатыр, жақсы. Танысамыз, үйленеміз, отбасы құрамыз. Отбасы құрдық қой, одан кейін махаббат басталады. Сіз ауырып жатқан кезде түн жарымда сіз үшін аптекаға барып келетін болса, сіз күнделікті алло жаным қалайсың деген даусыңыз үшін лүпілдеп жүрек дүрс соғатын болса, ойбай достары да құрсын, жұмыста құрсын, үйде мені әйелім күтіп жатыр, жаным күтіп жатыр деп үйге жүгіріп келетін болса, ойбай бүгін біздің үйленгеніміздің бір аптасы, үйленгеніміздің екінші аптасы, үйленгеніміздің бір айлығы, үйленгеніміздің жарты жылдығы, бір жылдығы деп постоянно соны аңсап тойлап отыратын болса, мерекеге айналдыра алатын болса, сіз бірге жұмыстан шаршап келген кезде біреу салат істеп жатыр, біреу тамақ істеп жатыр, біреу үй жинап жатыр, біреу посуда жуып жатыр, көмектесетін болса, вот за это любовь. Одан кейін жүрегіңізді ашыңыз, одан кейін жүрегіңізді беріңіз, одан кейін оны жақсы көріңіз. Махаббат сезімін, ғашықтық сезімін, сүйіспеншілік сезімін, сыйластық сезімін қарапайым нәрселерге жайдан жай сатып жібермеңіз, беріп жібермеңіз. Бұлар өте қымбат дүниелер, өте маңызды нәрселер. Одан кейін бар сол нәрсе, мынаны жасады мен үшін, мына жанқиярлықты жасады, мені мына жерде ойлады, соңғы тамағын маған берді, жемей маған жегізді, шаршап келсем де тұрып маған шай дайындады, түнде ұйықтап жатсам мені мазаламайын деп тып-тыныш қана кірді, қасында жата қойды.
кішкене қорқып жатырмын, ертерек келесі ме деген кезде тойды да отырысты тастады, мен үшін келді. Міне осындай әрекеттер үшін махаббат болады. Және осындай махаббат нағыз махаббат, шынайы махаббат болады. Осындай махаббаттың ішінде саналы ұрпақ тәрбиеленеді, дені сау, психикасы сау балдар тәрбиеленеді. Әке шешелер, ата әжелер, ата енелер де осындай отбасыда бақытты өмір кешеді. Окей. Так. Тыңдаушы құлаққа қандай құнды ақпарат, керемет айттыңыз. Наоборот, после свадьбы притирки басталады ғой. Первый год көбіне ұрысып шығады. Сондай, потому что этап өзгеріп жүрген да. Басында үйленбей жатып ұрысып алу керек, қырылысып алу керек, бәрін орнына келдіріп алу керек, келісіп алу керек. Одан кейін барып нормально болатындай. Сізге тұрмыс құрмаған қыздарды пачкалап консультацияға жіберу керек қой деп. Жіберіңіз. Жіберіңіз. Сестренкаларыңыз, достарыңыз, құрбыларыңыз, әпкелеріңіз бар болатын болса, жіберіңіз. В принципе, келеді. Өткенде жақында ғана бір семья хабарласты. Жігіт пен қыз болып жүрді. Сол бір ұрысып қалған, түсініспеушілік болған. Не істейміз, қалай істейміз, жалпы үйлене аламыз ба, үйлене алмаймыз ба деген проблемалармен келіп отыр. Екеуін де тыңдадым, сөйлестім. Сөйтіп қызға айттым, қоя салшы, мына жігіт что-то болмайтын сияқты дедім. Не знаю. Үнемі жұмыста болса жолдасымыз не істеуге болады? Жұмыс ауыстырсын. Неге үнемі жұмыста? Не ол жұмыста не беріп жатыр? Адам баласы өте комплексный бір құбылыс. Біздің ойларымыз саналуан түрлі, қажеттіліктеріміз өте көп. Және жұмыс бүкіл сол қажеттілікті бермейді. Егер бір кісі постоянно жұмыста болып жатса, значит бүкіл қажеттіліктерін жұмыстан алып жатыр деген сөз. Бүкіл қажеттіліктерін жұмыстан алып жатса, бұл адамға вообще зачем семья? Әйел не керегі бар, бала не керегі бар? Мәселе сода. Жұмыс оған, значит, отбасынан да артық нәрселер беріп жатыр. Бүкіл қажеттіліктерін сол жерде қанағаттандырып жатыр. Бірінші мәселе сода. Екіншісі, жұмыс істеу отбасының алдында отағасы болудың, әке, күйеу болудың ондаған міндеттерінің біреу ғана. Сонысы біреу ғана. Сіз бір міндетпен 10 міндетті жаба алмайсыз ғой? Жұмыс істе, ол сенің міндетің. Бірақ үйге келіп, әйеліне көңіл бөлесің, ол да сенің міндетің, парызың. Балдарың әке болып ойнайсың, ол да сенің міндетің, парызың. Отбасыңды алып шығып қыдыртасың, ол да сенің парызың. Әйеліне адал боласың, ол да сенің парызың. Керек болса жаудан қорғайсың, ол да сенің парызың. Қарап тұрсаңыз, ондаған міндет парыздардың ішінде біреу ғана жұмыс істеп ақша табу. Сонымен ғана шектеп қойып, мынаның барлығын істемейтін болса, бұл жерде өте күрделі, маңызды бір проблема жатыр. Соның басын ашу керек. Кейде күйеулер өзін солай ақтайды. Кейде әйелдер күйеулерін сөйтіп ақтап үстін жылы жаба салады. Бірақ бұл ертелі кешпе міндетті түрде үлкен проблемаға алып келеді. Әрбір адамға внимание керек, әрбір адамға әйел керек, семья керек, қарым-қатынас керек, көңіл керек, отношение керек. Изменаға ұшыраған әйелдердің 80%-ы изменаға ұшырап жатқанын білмей жүрген ғой. Білмей жүрген. Мен оны жұмыс істеп жатыр десем, мен оны аяп жатсам, мен оны қиналып жатыр десем, мен оны азынан кешкен жиналыста десем, оказывается, былай болды. Еңбектеніп отбасын асырап жүрген әрбір ер азамат ондай деп айта алмаймын, бірақ бұл істеп жатқан әрекеттері ертелі кешпе осыған итермелейді. Қарапайым таксистен алдыңыз, қала облыс әкіміне дейін, министр деңгейіне дейін адамдардың барлығы сондай. Өйткені жұмыс бастылық, постоянно сіз жұмыста болсаңыз, онда басқа қажеттіліктерді жұмыста қанағаттандыра бастайсыз. Сол үшін үйге асықпайсыз. Так дейді.
Жақсы. Так, тамаша. Бізде өкінішке орай уақыт болып қалған екен. Ровно эфирдің 1 сағат уақыты толды. Баршаңызға 1 сағат бойы мен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сіздерді тікелей эфирде көргеніме өте қуаныштымын.